Қазақ ертегі Қадырдың бақыты. Баяғы өткен заманда бір ауылда Еділ және Қадыр деген ағайынды екі жігіт болыпты. Үлкені өте еңбекқор, ал кішісі жалқау әрі қызғаншақ болған екен. Бірде Қадыр ағасына келіп, «Ағасы, бұл қалай болғаны?» деп мұның шаға бастады. «Біз екеуміз руымыз бір әке шешеден туғанбыз, ал талайымыз әр басқа. Сенің әрқашан жолың болып жүреді, менің жолымда бірдеңе кезікпей тұрмайды. Сенің қойларың егіздеп туады, түгін тартсаң майы шығады, ал менің қойларымның құр жаны жүреді. Бәйгеде сенің атың алдымен келеді, ал менікі орта жолда қалады. Сенің дастарқаныңнан ет пен қымыз үзілмейді, ал маған быламықтан басқа тимейді». Еділ інісіне күлімсірей қарап, «Маған менің бақытым көмектесіп жүр ғой», деді. «Ал менің бақытым маған неге көмектеспейді?» «Әркімнің өз бақыты өзінде, Қадыр. Менің бақытым еңбек еткенді жақсы көреді, ал сенің бақытың сірә биік қара ағаштың түбінде ұйқысынан оянбай жата беретін болар». «Онда тұра тұр», деп ойлайды Қадыр. «Бақытымды тауып алып, өзіме жұмыс істетейін». Сөйтіп, ол сол күні-ақ жолға шықты. Бір талай жүргеннен кейін кенет оған тастардың тасасынан алпамсадай арыстан шыға келді. Қадырдың зәресі кетті. Арыстан бұған қарап, «Сен кімсің?» деп сұрады. «Мен Қадырмын, биік қара ағаштың түбінде ұйықтап жатқан бақытымды іздеп барамын». Арыстан бұған жақындап келіп, «Мен саған тиіспейін, Қадыр, бірақ сен менің өтінішімді орындаймын деп уәдеңді бер. Өз бақытымнан менің неге күнде ішім ауыратынын және оған ненің шипасы болатынын сұрап біл», деді. Бұған қатты қуанған Қадыр арыстанға ненің шипа болатынын бақытымнан сұрап біліп келемін деп уәде берді де сол бетімен тағы ілгері жүрді. Келе жатып алдынан бос егістік алқаптың жанында отырған шал мен кемпірді көрді. Орталарында сұлулығын айтып жеткізе алмастай қыздары отыр. Үшеуі де жылап отыр екен. «Неге жылап отырсыңдар?» деп сұрады Қадыр шалдан. «Мына алқапты сатып алғаныма 3 жыл болды, бірақ қанша үндесек те өнім беретін түрі көрінбейді», деді шал. Еңбекқор шал кемпірді аяп кеткен Қадыр, «Бақытымнан бұл жердің неге өнім бермейтінін сұрап білемін» деп уәде берді. Бірнеше күннен кейін Қадыр бұл үлкен қалаға жетті. Бірақ жан-жағына қарап келе жатқанда кенет оны ханның күзетшілері ұстап алып, дедектетіп сарайға әміршінің алдына әкелді. Хан өз жайынан шығып бұдан, «Жат жерлік адам, қайда бара жатырсың?» деп сұрады. Қадыр ханға өз жайын айтып берді. Әмірші жігіттің өз бақытын іздеп бара жатқанын білгеннен кейін оған қарап, «Қадыр, мен сені досымдай көріп тілегімді айтайын. Мен хан тағында отырсам да, алтын торда отырған құстай болып, көңілім көншімей мұң баса беретіне қалай? Соның себебін бақытынан сұрап білші», деді. Ханға да өтінішін орындауға уәде беріп, Қадыр одан әрі ілгері жүріп кетті. Ақыры талай жерді жүріп өткеннен кейін бір жартастың жанында өсіп тұрған биік қара ағашты көрді. Оның саясында үсті басын жын басқан бір жұмбақ тіршілік иесі қалғып мүлгіп отыр екен. «Менің бақытым осы болғаны ма?» деп ойлады жігіт.
кенет мұның бақыты қозғалақтап қалды. Қадыр, келген екенсің ғой, деді ол. Мен сені баяғыдан осы жерде күтіп отырмын. Қадыр өзінің бақытына жолда көрген білгенін айтып, сұрақтарының бәріне жауап алды. Өзінің де тілектерін айтайын деп келе жатыр еді. Бақыт оның сөзін бөліп жіберді. Қадыр, сенің жақсы жағында, жаман жағында бар, деді ол. Сол жақсы жағын үшін саған сый тартқым келеді. Осы бетіңмен үйіне қайт. Мені жолында кездестіресің, қапы жіберіп алмасаң, бүкіл өмірің бойына бақытты боласың. Содан Қадыр қайта жолға шығып, сол күні хан сарайына жетті. Сонымен не болды? Деп сұрады хан одан. Мені үнемі мұң басып тұратын себепті сұрап білдің бе? Бақыт маған сені неге мұң басып тұратын себебін айтты. Оның себебі сен еркек емес, әйелсің. Сондықтан саған мұншалық ауыртпалықты көтеріп жүру ауыр. Жақсы күйеу тауып ал, сонда мұның сейіледі. Дұрыс айтасың, деп әйел басындағы ауыр бас киімін шешіп еді, бөрік ішіндегі шашы иығына түсті. Менің құпиямды бірінші болып сен білдің. Енді өзің маған күйеу бол. Жоқ, деді Қадыр. Мен асығыспын. Алда бақытым күтіп тұр. Жігіт сол бетімен одан ілгері жүріп отырып, баяғы әдемі қызы бар шал мен кемпірге келді. Сонымен не білдің? Бақытынан біздің жердің неге өнім бермейтінін сұрадың ба? Деп шал алаңдап. Қадыр шалдың жанына отырып, баяғы бір өткен заманда байлығы асқан бір жат жерлік осы араға алтын толы 40 құмыра көміп кетті. Соларды қазып шығарсаңыздар, бұл жер мол өнім бере бастайды. Сөйтіп, өздеріңіз төңіректегі ең байлардың бірі боласыздар, деді. Шал кемпір бұған қатты қуанып, Қадырге осында қалсаңшы, біздің қызымызға үйлен деп үгіттей бастады. Жоқ, деп басын шайқады Қадыр. Мен кетуге тиіспін. Алда бақытым тосып тұр. Сөйтіп, ол тағы да жолға шығып, ақыры арыстанға жетті. Сонымен не болды? Деп сұрады арыстан. Маған ненің шипасы болатынын бақытынан сұрап білдің бе? Сұрап білдім, деді Қадыр. Сен дүниедегі ең ақылсыз адамды жеуің керек екен. Сонда сенің ішің жазылып, ауырмайтын болады. Ең ақылсыз адамды қайдан іздесем екен? Деді арыстан біраз ойланып. Біраз жерді шарлап көр, мүмкін табарсың, деді оған Қадыр. Мен де өз бақытымды іздеп жүріп, талай дүниені көрдім ғой. Сөйтіп жігіт арыстанға өзінің басынан кешкендерін айтып берді. Оның айтқандарын тыңдаған жыртқыш аң мұның сөздеріне мәз болып күлді де. Ең ақылсыз адам алдымда тұрса, басқа жерді шарлап нем бар? Бақытын бірнеше рет алдынан шықса да, бәрінен бас тартыпсың ғой, деді. Содан арыстан Қадырды жемек болып атылғанда мұлт кетіп терең құздағы өзенге құлап кетті. Бақыт деген осы болды ау, деп айғайлады Қадыр, өзінің тірі қалғанын білген кезде. Сөйтіп Қадыр нағыз бақыт дегеннің не екенін түсінді.